Армысыздар, ардақты ағайын. Сіздер Best of the Best бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Менің есімім Амина Досан. Бізде бүгін қонақта жақында ғана облыстық жарыстан бокстан бірінші орын алған Ақан Рыселді. Қош келдің. Ақан, ең алдымен бокспен қанша уақыттан бері айналысып жүрсің? Сол туралы қысқаша айтып берші. Мен 2020 жылдың қазан айында айналыса бастадым. Достарымызбен орталықтағы фокқа барып дайындалатынбыз. 2 жыл грим күресімен айналыстым. Тренерім Аман Серікұлы. Ол маған тәрбиелікті, төзімділікті, жігерлікті тәрбиеледі. Неге футбол немесе күрес емес? Неге боксты таңдадың? Оған біреу себеп болды ма? Күреске барып жүргенде балалар бокспен айналысып жатқанын көрдім. Қызығып, ішкі шабытым оянып, боксқа тартты. Жақында облыстық турнирге қатысып бірінші орын алып келдің. Тағы да құттықтаймын. Жарыс қалай болды? Жарыс өте ұзақ болды. Өте керемет болды. Өзім 56+ пен бокстастың. Қатарымда 4 спортшы болды. Солар екеуінен бірінші орын алдым. Қарсыластарың туралы айтып берші, ең қиын жұдырықтасу қайсы болды? Қарсыластарым мықты болды. Мен үшін қиынырағы досым Әлішермен қарама-қарсы шыққан қиынырақ болды. Финалда жеңіске жеткен кезде қандай сезімде болдың? Қуанышты, өйткені бұл маған бірінші жетістігім. Үйдегілер қуанды, аталар қуанды. Жазғы каникулды қалай өткізуді жоспарлап отырсың? Тренировкаға бару, ата-әжелеріме көмектесу. Сұхбатына көп рахмет. Біз саған болашақта мектептің абыройын асқақтатып, тек жеңіс тұғырынан көріне беруді тілейміз. Құрметті көрермен, біз сіздермен осы жерден қоштасамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.